Round one, fight. Бауырым, ақынбысың, шайырмысың, құлшылық жасап жүрсең қайырлысың. Бір жылда мұсылманға бір келетін, бір айлық оразаға дайынбысың. Дайындық бар демеймін асқан ондай, бірақ та жайымда жоқ ашқалардай. Толтырып продукты алып қойдым, дайындық керек оған басқа қандай. Продукты көп алдым деп аттандайсың, өзіңді өзің неге қатталдайсың. Сөзіңе қарап тұрсам ораз емес, аштыққа дайындалып жатқандайсың. Ораза келе жатыр десе, аштық келе жатыр деген сияқты. Алдын ала продукттың бәрін алып, холодильниктің бәрін тоңазытқыш толтырып тастаймыз. Сөйтеміз ауызы шарда жейміз, тоқтамай жейміз. Сәресіге дейін сағатты көрші деп қойып тұрып жей. Ораза көп нәрсеге тыйым болар, мен одан көрбей тұрмын күйім доңар. Жұмысым қиын менің, сондықтан да ораза ұстауымда қиын болар. Ораза ұстамадың ба не? Жоқ! Сен ораза ұстамадың ба? Жоқ, ұстаған жоқ. Ne oldu? Ужас! Ne oldu? Ужас! Ne oldu? Масқара! Жұмысым қиын дейді-ау бала жаман, ұятың болсын сенің тараз оған. Жүрсемде қанша қайтып жаназадан, көрмеппін өлген адам оразадан. Жұмыстан бұрында бар сірә қайғым, аш жүрсе жүре алады құламай кім. Әбетке әдеттеніп қалғаннан соң 30 күн аш жүруге шыдамаймын. Мә көз кетіп барады, қарал. Не болды? Көзім қара өтіп кетті. Бол, кел. Аузымды ашып жіберейін бе? Өзің неге тым бөгейсің, ораза қиын ғой деп жүрмегейсің. 30 күн аш жүрмейсің айналайын, тек күндіз жейтініңді түнде жейсің. Сұраққа жауап берер кәне кім бар? Әйелім жауабыңды және тыңдар. Қиналып 30 күнде қалмаймын ба, қосылар қосағыма әдетім бар. Не дейді? Қосылар қосағыма әдетім бар. Күшті айтады. Тағы бір қайтылыш. Әдетім бар. Мен саған қой демеймін әдетіңді, жүрерсің бұзып алып дәретіңді. Аузыңды ашсаң болды түнге қарай, аша бер бар нәрсеге тәбетіңді. Сіз оны қайдан білдіңіз, ұстаз? Шейх деп қойса, шейх. Сұрайын досым тағы өлең баста, сұрайтын кім бар енді сенен басқа. Біз сұрақ қойғым келіп жүреді. Енді сіз осы жолда біраз болып қалды ғой жүргеніңізге, Қай жолда? Осы жолда. Өлсең де осы 30 күн оразада түкірік жұтпау керек деген рас па? Әдейі істемейтін болсақ енді, шошыттар ештеңе жоқ сонша мелді. Жұтпайтын түкірігін адам бар ма, жұта бер өзіңдікі болса болды. Пакетте біреудікін ұстап жүрмейді шығар. Болған соң айтам елдің мен өкілі, шылымды шын ғой елдің шегетіні. Бастауын оразаны бастаймын ау, тастаймын бірақ қайтып темекіні. Болмайды темекі шегуге. Болады. Болмайды темекі шегуге. Ауыз аштық қой қазір ғана. Болмайды деп темекі шегуге. Аузың берік кезде болмайды, ауыз ашқан кейін бола береді. Таудай сауапты алған кезде соны бір түтінмен жоқ қылып жібересіз ба енді?
Темекі шегетіндер көп дейме екен. Жүрміз ғой сол шылымды шекпей көкем. Әуелі сен ораза бастап кетсең, темекі сені тастап кетпей ме екен. Ораза жайлы тағы қозғап өтем. Шылымды шексең зиян аз ба көкем. Темекі зиян ғой деп айтшы досым, Құранның қай бетінде жазған екен. Осы қуама бірдеңе соңғы кезде қуып жүрсе. Жоқ, қайта бірдеңелер айтады. қайта түзелген бол. Сен досы ақыл айтса тыңдау жоқ па? Темекі күйдіреді мың жан дотқа. Зияны темекінің Құранда емес, жазылып құрамында тұрған жоқ па? Темекі денсаулыққа зиян дейді. Өлімге апарады дейді. Бұл туралы Құранда айтқан негізінде. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер деген. Өздеріңе өздерің зұлымдық жасамаңдар деген. Сұрайын мұсылманның бір еді деп, ораза басталар қай күн еді деп, WhatsAppқа хат келіп еді, соны айтқандар, жәннатқа елден бұрын кіреді деп. Сіз бір үлкенде тас алып келіңізші. Осындай өтірік көп бытыраған, жәннатты кетер болса ұтып адам, датасын оразаның айта салып, жәннаттық боп кетпей ме бүкіл адам. Мұсылман Құран хадисті ұғу керек, жәннатқа кіру үшін білу керек. Ораза күнін айтып емес оған, ораза ұстап жүріп кіру керек. Жәннатқа кірем десең сірә қашан, сауабы оразаның біл орасан. Тозақтан құтылмайсың, асқазанды тамақтан босатуға шыдамасаң. Орыстаман, сен орыстамадың ба? Не дейді? Орыстамағандар дейді, мына жаққа не қылады дейді, анандай несіне не қылады екен да, ана неге қарай, не қылып жібереді екен ана жақта. Ана не қыла деп не қылады екен, сол жақта не қылады екен ғой бәрі. Тоқаев президентің білікті адам, меніңше дүниеге құнықпаған. Аузашар жылда беріп, ораз ұстап, иманын қажы барып, суытпаған. Үлгі алу керек саған, сол кісіден ұстанып ата дінді ұлықтаған. Бір елдің президенті боп тұрса да, бір Аллаға құлдығын ұмытпаған. Сөйлейсің әр сөзіңді етіп кесек, болады сен айтысқа жетік десек. Көп сөйлеп кеткендейміз, сен екеуміз, бір айға аузымызды бекітпесек. Білмедім мынау маған дос па жау па, мүлдем ал таппай қойдым әсте озарға. Тәуекел биылғы жыл бір көрейін, бір айға отпуск беріп асқазанға.